Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз имандылық, инабаттылық негізі. Оқушыларға адамдық асыл қасиеттерді, өмір заңдылықтарын білуге үйрету. Адамгершілік қасиеттерге бағыттап отырып, оқушының рухани білімін байыту, логикалық ойын дамыту. Ойын еркін дәлелді түрде жеткізе білуге жетелеу. Адамгершілік қасиеттерді сезіне білуге және үлгі ете білуге тәрбиелеу, имандылық, инабаттылыққа баулу. Бүгінгі тренингіміз алдарыңдағы параққа адам бойындағы жаман қасиеттерді жазып, болғасын жазған қағазды алдарыңызға бүктеп қойып, ал енді жақсы қасиеттерін жазамыз. Топтастыру стратегиясы. Бірінші топ: адамгершілік, имандылық, адалдық және әдептілік және әділдік. Екінші топ: ізеттілік, қайырымдылық, ұяттылық, қамқорлық, инабаттылық туралы жазамыз. Адам болам десеңіз, 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Иман. Араб тілінде сенім деген ұғымды білдіреді. Халық адамгершілігі жоғары кісіні иманды деп құрметтейді. Адамгершілік қалыпты бұзған адамды имансыз деп жек көреді. Адамгершілігі ар ұяты бар адамның бет бейнесі, иман жүзділігі жарқын, биязы, парасатты болады. Ондай адамды халық иман жүзді кісі деп бағалайды. Имандылық, инабаттылық мұраты. Имандылық араб тіліндегі нану, сену деген мағынадағы иман сөзінен шыққан. Ислам дініндегі 5 парыздың бірі, оның мәнісі Алланың біреу екеніне, одан басқа Алланың жоқтығына сену. Әдетте ол дін жолынан қия бастауды, ар ождан тазалығын, обал сауап талаптарын сақтауды, қылдай қиянат жасамауды, қайырымдылықты, адалдықты жинақты түрде көрсететін адамгершілік ұғым атауы болып табылады. Ситуациялық жағдаяттар. Бірінші топ: елдостың қылығы. Велосипедпен жарысып келе жатқан елдос жолдың шетінде тұрған қарияны көреді. Не істеу керек? Жол беріп өткізіп жіберсе, жолдастарының қалып қояды. Жарыстың аты жарыс. Елдос қарияның жолын кесіп өтеді. Елдостың қылығы дұрыс па, бұрыс па? Сен қайтер едің? Екінші топ: сыныптас 2 құрбың театрда отырып, қатты күліп, дөрекі сөйлеп, басқалардың көңілін өздеріне аударып отыр. Құрбыларыңа не айтар едің? Ортақ сұрақ: сіз автобуста отырсыз. Келесі аялдамадан қарт адам кірді. Бос орын жоқ, ал сенің шынымен денсаулығың нашарлап тұр. Не істер едіңіз? Иманды ұл дегеніміз тәртіпті, қайырымды, әдепті, адамгершілігі мол. Инабатты қыз дегеніміз ибалы, сыпайы, биязы, кішіпейіл болады. Алдарыңызда тұрған сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі үй тапсырмасын дәптерімізге жазамыз. Абай Құнанбаевтың қара сөздерін оқып, оны жатқа айтып келеміз. Назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.